тарихының ықылым дәуірлердегі ескі кезеңдеріне көз жүгіртсек, бажайлап қарайтын болсақ, әрине біздің төл тарихымызда, мемлекеттілігіміздің бастауында талай ұлылардың болғанын, ұлы қағандардың, сайыпқыран, баһадүр қолбасшылардың, ел билеушілердің асыл тұлғалары аз емес. Сонау ғұн дәуірінен келе жатқан тұман, мөде сияқты қағандар, мынау өзіміздің түркі қағанаты болып құрылған кездегі буынмен естемей, олардан кейін ғашина әулетінен шыққан мынау құтлық қапаған қағандар, олардың балалары күлтегінмен бізге қағандар деген сияқты көптеген ұзына тарихымызда осы көктей бір шолып өтсек, осындай тұлғалардың айрықша болмыс бітімін, қаһармандығын, ержүректігін, ел үшін, халық үшін түн ұйықтамай, күндіз отырмағандығын Тоныкөк бабамыздың, дана абыз бабамыздың айтуынша сондай талай тұлғаларды көреміз. Мынау енді қазақ мемлекеттілігінің тарихы деген, бұл енді өзі қазақтар ұлт ретінде әрине жас емес. 15 ғасырларда қазақтың этникалық санасы қалыптаса бастаған кезден бері бір 5 ғасырдан астам уақыт өтті. Бірақ дегенмен де мынау мемлекеттіліктің түп төркіні, тамыры сонау ықылым замандарда, көне дәуірлерде жатқандығын байқадық қой. Сонау сақ дейсіздер ме, ғұн дейсіздер ме, түркі қағанат дейсіздер ме? Міне сондықтан да осы бір мәселе бүгінгі біздің тәуелсіз 30 жылдық тарихымызда тағы да алдымыздан шығып отыр. Сонда жалпы мынау Евразияның апайтөс даласы, қазақ даласындағы мемлекеттіліктің тамыры қайда дейтін болсақ, енді көп тарихты айтуға болады, бірақ мен осы нақты қазақ деген атпен шыққан кезеңдегі біздің үлкен мемлекеттік құрылымымыз, ұлысымыз, ұлыс деген бір үлкен мемлекет, арабтың мамлакат, давлат деген сөздер бар ғой. Сол сияқты өзіміз мемлекет, ертерек дәуірлерде қағанат дедік, қаған дедік, билеушілер, хандық дедік, хан дедік. Міне, қалай айтсақ та осы мемлекеттік құрылымдардың атауы біздің төл тарихымызды, жаңағы анау біздің ескі аңыздарымызда, ертегілерімізде сайрап жатқандығын көреміз. Жыраулық поэзияның мынау тамырына көз жүгіртетін болсақ, оның өн бойында талай қазақ даласындағы билеушілердің есімдері, сонау Жәнібек Керейдің тұсынан басталады, Битемірлер, Есім хандар, Абылай хандар, Кенесарылардың есімдері біздің жадымызға оралады. Ал енді мынау біз 2020 жылдар біздің қазақ хандығының негізгі түп негізі ата орда, баба орда болған Алтын Орданың 750 жылдығын атап өткендігіміз бар мына елімізде. Міне содан кейінгі міне Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Егеменді Қазақстан газетіне берген сұхбатында, құрылтайларда айтып жүрген тағы бір біздің ой салып отырған тарихшыларға, қалың жұртшылыққа біздің мемлекеттілігіміздің іргетасын сонау Жошыдан бастау алатындығын ескертіп, Жошы ұлысының 800 жылдығы, яғни 8 ғасырға жуық жасағандығын атап өту мәселесі алға шығып отыр екен. Міне сондықтан да сөзімізді біз Жошы бабамызға аударсақ, Жошы қазақ тарихында, аңыздарда көп айтылады, көп жазылады. Жошы деген мен айтар едім, мынау прото қазақ, арық қазақ мемлекеттілігінің түп бастауында тұрған тұлға. Яғни біздің қазақ мемлекеттілігі. Ұлыс деп жүрміз. Қазақ жеріндегі, қазір Қазақстан территориясындағы алып бірлестіктің түп негізінде Жошы тұр. Сондықтан да мен ойлаймын, Жошыны қалай ұлықтасақ та, қалай мадақтасақ та, ол жарасады. Өйткені біз Жошыны ұлықтай алуымыз керек. Біздің түп негізіміз мынау ғылымда архетип деп жатады ғой. Түп негізі билеушілердің, қазақ хандарының барлығының түп атасы, түп бастауы ол баба хан Жошыдан басталатындығын айтыңыз.
жошы кім еді дейсің мәселеге келетін болсақ, жошы мынау Шыңғыс ханның бөрте бәйбішеден туған, Қоңырат қызы бөртеден туған жошы, Шағатай, Үгедей, Төле сияқты сайып құран ұлдарының бірі. Сайып құран ұлдарының бірі. Жошы, мынау енді қарап отыратын болсақ, жасынан сонда өте алғыр, бірбеткей, өзінің ісін тындырмай қоймайтын, қайратты болып өссе керек. Шыңғыс хан оған үнемі сүйсіне қарайтын болған. Мынау Жошының өмір тарихына қарасақ, енді туған жылдар көп айтылмайды, 1185-86 осы айлардың несі ғой, айналасы. Нақты деректер өте тапшы, мардымсыз. Шыңғыс ханның үлкен баласы, жаңа айтып кеткен бөрте бәйбішеден туған. Шыңғыс ханның мынау 1206 жыл ұлы құрылтайда бүкіл түркі жұрттарын, түркі моңғол дейміз, ұлыстарын, моңғол деген моңғол деп жатырмыз қазір. Міне 1206 ұлы құрылтайда Темучин деген аты, Шыңғыс деген атпен титул дейміз ба, бір үлкен лауазым берілді. Енді ол туралы зерттеушілердің арасында әртүрлі әңгімелер бар. Біреулер айтады, мынау Уолин анамыз, өлім бәйбіше Есугей Баһадүрдің меркіттердің қолында Шеледу деген батыры тұтқындап алып кетеді ғой, сонда бір жүріп. Сонда Темучин содан кейін келгеннен кейін дүниеге келеді Темучин. Темучин деген атпен жүреді ғой. Содан кейінірек Есугей Баһадүрдің нақты өзі, жалпы сол жердің қауымы оның пәктігіне көз жеткеннен кейін Уолиннің оны шын қыз екенін дегенде бір аңыздар бар. Екінші бір факты, Шыңғыс ханның атына байланысты, оны айтады, түркілердің сөзі бар ғой, теңіз, теңгиз, яғни мұхит, теңіз, яғни бұл теңіздей алып әлемнің мұхиттай шалқып жатқан, теңіздей шалқып жатқан әлемнің ханы деген атақ деген бір ұғымды береді деген бір сөз бар, дерек бар, сондықтан ол Шыңғыс хан деп аталған дейді. Міне, қалай десек те әйтеуір, Темучин әлемге Шыңғыс хан есімімен танылды. Міне соның бір сол Шыңғыстан өрбіген үрімбі тақтың ішінде ала бөтен біздің, әсіресе біздің қазақтарға, қазақ мемлекеттігіне қатысты есімнің бір ол жошы. Жошы Шыңғыс ханның мынау Қытайға жасаған 1211-1215 жылдардағы Цзинь империясы дейді Қытайдың. Соған жорығын басқарған, яғни Шыңғыс хан өзінің анау кіші баласы Толымен орталықта болатын болса, оның оң қанатында осы жошы болған, Шағатай болған, Үгедей болған, сол жақ қанатында Хасар деген ана бір Шыңғыс ханның інісі болған деген сияқты. Міне, сонда жошы ең алғаш өзінің жауынгерлік бітімімен, болмысымен осы Қытай жорығындағы ерліктерімен көзге түсті. Бұдан кейін енді мынау жошының өз басына қатысты көптеген нелер бар. Ел арасында әңгімелер бар. Ерте заманнан, көне замандардан бар. Әсіресе ініші Шағатаймен екеуінің арасы үлкен бәсеке болған. Шағатай көп жағдайларда Шыңғыс енді оның ақылдылығына, ержүректігіне бойлап, жошыға бір нәрсені билеткісі келсе, Шағатай тұрып, ана Меркіттің қоқсығына бізді билеткенің дұрыс емес әке деп талай қарсы шыққан ғой. Меркіттің қоқсығы деп отырған. Сол бұларға бір таңбыл болып басылды өмір бойы. Жошының маңдайына таңбыл болып басылды. Меркіттің тұтқыны деген. Міне, сонда бәрібір де Шыңғыс жошыны сынамақ мақсатында ма, басқа мақсатта ма талай жорықтарға жіберген. Сол жорықтарын сол Байкалдың бойындағы, Енисейдің бойындағы қырғыздарды іздеп тұруға. Сол қырғыздарды. Міне сол жорықта көптеген мынау Сібірдің, оңтүстік Сібір, Алтай төңірегіндегі ру тайпалардың барлығын, оның ішінде әсіресе қырғыздар бар, көне ұйғырлар бар, солар моңғолдар бар, осыларды тізіп тұрған жошы екендігін айтуымыз керек. Мына жошы кейінірек міне осы оңтүстік Сібір, Алтай сияқты жерлерді жаңағы сол жорықтарды басқарып, сайып қыран, Баһадүр деген аталады. Кейін жошының бір ерекше бір көзге түскен жері бұл 1218 жылы Ырғыз бойындағы мынау Хорезм шах, Мұхаммед шах дейді Хорезмнің. Соның 60.000
жасағымен, армиясымен шайқас түсіп, өйткені жошының әскерлері анағұрлым аз болған, 20 мыңдай болған, бірақ жошы үлкен маневр көрсеткен, тактика көрсеткен, керемет мынау іскерлік көрсеткен, әскери тәжірибесі мол, анау әскери несінің жаңа білігінің молдығын көрсетіп, үлкен бір айла шарғымен анау қашқан болып, жеңілген болып өзі түркі-моңғол әскерінде өзі көнеден келе жатқан бір дәстүр бар, ғұндар заманынан келе жатқан бар, жауынан жеңілген болып, қаша жөнелген кезде жеңіл атты, алар ауыр атты әскерлер, Хорезмшахтың байқамай қалып, біз жеңдік деп келе жатқанда тосқауылдан шыққан отрядтар, жасақтар келіп соққы беретін болған. Содан абдырап қалған Мұхаммед-Шахтың әскері 1218 жылы осы Ырғыз бойында жеңіледі. Міне бұл жошының атағын тағы да аспандатып жіберді. Осыдан келеді де Шыңғысханның жошыға деген үлкен бір сүйіспеншілігі дейсіздер ме, ризашылығы оянды. Қалай да осындай ер жүрек, саятпыран ұлдарының бір екендігін бағалады деп айтуымызға болады. Бұдан кейін жошы Шыңғысханның Отырар, Үскін, Баршынкен сияқты шаһарларын алуға қатысады. Одан кейін Сырдария бойындағы көптеген қала мемлекеттер, Хорезмшахтың әмірлігіндегі Бұхара, Самарқан сияқты Орта Азия, Мауреннахр дейміз, Амударияның бойындағы үлкен жорықтарға жошы қатысып, керемет үлкен өзінің ерлік, ер жүректігінің батырлығын көрсеткен. Ал енді жошы туралы бір айтатын бір әңгіме, жошы Шыңғысханның балаларының ішіндегі бір енді сондай мінезі биязы, зияткер, білімге құмар, сосын мынау адам сүйгіштігі. Әсіресе анау қалаларда, Самарқан сияқты қалаларда, мынау Хорезм сияқты қалаларда қиратпай алу туралы көптеген ұсыныстар айтқан. Шағатайлар болмайды ғой, алайық қират айт деген кезде жошы осыған көп бара бермеген. Ол мынау болашақ билейтін елін жұртын ойлаған. Тарихшы Жувайнидің айтуы бойынша, енді осыған келсек біз жошы мынау Дешті Қыпшақтың, Қыпшақ даласының ауасын, өлдір анау суын, саф ауа дейміз, даласын шалқар, кең жазық, Құба даласын, Сарыарқа, Ұлытау, Ертіс сияқты қазақтың кең жазира далаларын көргенде, Қыпшақ даласын көрген кезде, мынадай даланы мен бұрын соңды көрмеп едім. Әкем Шыңғысхан кейде қаталдық жасайды ғой, мен оны түзетуге тырысамын деген бір сөз келтіреді. Шағатай бұны естіп әкесін айтты дейді, әкесі оған у беріп өлтірді дейді, бұл әңгіме. Бірақ енді біздің әдебиетшілер, кейде жазушылар үлкен фантазияға да етіп қалып жатады. Шыңғысхан енді бұл берді ме, бермеді ме, біздің енді ондай фактіміз жоқ. Бірақ бұл айтылады, Жубайнидің. Енді мынау Шыңғысхан алып байтақ империя құрады. Мынау осы империя, мынау біздің тарихшы Кляшторный, Петербургтық үлкен тарихшы Сергей Кляшторный, Тұрсын Сыдықов деген оның шәкірті. Осылар өзінің мынау Қазақстанның ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін деген үлкен монографиялық еңбегінде былай дейді: Шыңғысханның мынау моңғол ұлысы империясы қазіргі қазақ даласының өзі үшкі бөлікке бөлініп кетті дейді. Соның мынау солтүстік көп жақында мынау Ертістен бастап сонау Оралға дейінгі жерлер, Атырауға дейміз қазіргі, сол үлкен Каспийге дейінгі жерлердің барлығы, Сырдарияға дейінгі жерлердің барлығы мынау Алакөлден бастап, бұның барлығы жошының үлесіне тиді дейді. Шағатайға мынау оңтүстік қазіргі Қазақстан, Мауреннахр жерлері, Орта Азия иелігі кірді Шағатайға. Ал енді Үгедейге солтүстік шығыс жағы, яғни ата мекендері, сол анау Шыңғысханның ата мекені де кіреді оған. Кейін Моғолстан сияқты, Шығыс Түркістан сияқты жерлер осы Үгедейге қалды дейді. Міне, сонда бізді қызықтырып отырған дейді Кляшторный мен Тұрсын. Мынау жошы ұлысының жошыға тиген үлестің қазіргі Қазақстан территориясында екендігі. Себебі бұл жерде алғашқы қазақ мемлекеттілігі өзінің туын тікті дейді. Тұрсын Жұртбаев та өзі Жувайни деген тарихшының мысалын келтіре отырып, өзінің Дулыға деген кітабында айтады. Шынында да дейді, Қыпшақ даласын жақсы көрген жошы өз жерде дейді, бүкіл қазақ хандарының түп атасы болып саналатын жошы алғашқы қазақ хандығының мемлекеттілігінің, енді 15 ғасырда құрылса да қазақ хандығының соның түп бастауындағы мынау жошы ұлысын осы қазақ даласында құрды дейді.
Ал енді мынау жошы ұлысы негізінен көк орда деп аталған. Көк орда деп аталған. Бұған Бартольдтың да көптеген мысалдар бар, атақты тарихшы түрколог. Мынау мынандай нәрсе болған. Шыңғыс хан өзінің балаларына осы иеліктерін бөліскен кезде былай деген. Былай бөлген екен. Мынау жошының баласы Батуға, алтын босағалы ақ орда деп тіккен екен. Орда еженге күміс босағалы көк орда деген екен. Шибаққа, шибан деп жүр біздің тарихшылар кейде, шайбан деп жүр. Шибаққа, немесе шибан дейміз, кейде шибақ дейміз. Оған болат босағалы боз орда, яғни боз ордамыз кейін ақ орда ғой. Сонда осы жерде бір біздің ресми тарихнамамызда, Қазақстанның ресми тарихнамасында, мектептегі тарих оқулықтарында, университеттердегі мынау тарих факультеті болады, тарихқа арналған оқулықтарда бір келе жатқан бір стереотип бар, енді ұғым бар. Ол қазақ хандығының түп бастауында ақ орда тұрған екен. Міне бұл концепцияны тіпті Ілияс атамыз, ағамыз Ілияс Есенберлин өзінің Алмас қылыш романында да осылай көрсетеді. Яғни орыс ханнан басталған ақ орда қазақ хандығының түп негізі деген ойды айтады. Тіпті романның өзінде де көркем шығарма. Енді Есенберлин тарихшылардан алып отыр ғой. Міне осыған кезінде Бартольдтың өзі дұрыс бағасын берген. Одан жаңа Кляшторный, Тұрсын Сыдықов жаңа айтып кеткен. Қойшығара Салғаралы, үлкен тарихшы, әдебиетші, Мұхтар Мағауиндар, бұлар осы қазақ хандығының түп бастауында көк орда дейді. Себебі жошының өзінің заманында бұл көк орда деп аталған, ертістің бойында тұрған, себебі бұл шығысты білдірген, көк деген ол шығысты білдірген. Ал ақ ордамыз мынау батыс жаққа кеткен. Көрдіңіз бе? Ол мынау кімнің, Шиванның басқаруындағы ұлыс қой. Каспий теңіз, Арал теңіз, одан ары қарай орыс жерде кетіп қалуы мүмкін, Кавказ жерлері. Сондықтан да осы ұғымды біз неге шатастырдық? Бұл енді жоштың тұлғасына қатысты айтып отқан. Неге қатысты? Бұған бір себеп болған 15 ғасырда 1414 жылы Шираз қаласында жазылған Мунтахаб ат-Таварихи Муини деген еңбек болған, парсы тілінде жазылған. Бұл еңбектің авторы Муин ад-Дин Натанзи деген тарихшы. Ал енді осы Натанзи, Муин ад-Дин Натанзи, өзі мынау Қыпшақ даласында болмай, анау жақтан келген көпестерден, шаруалардан, басқа да бір әскербасылардан сырт сұраған. Сондықтан да оның географиясы да орнының бәрі өзгеріп кеткен. Яғни осы Натанзидің еңбегінде ақ орданың орнына көк орда, көк орданың орнына ақ орда көрсетіліп кеткен. Мысалы, көк орда былайша айтқан кезде Шыңғыс ханның бұрын кейінгі жошының Шыңғыс ханның моңғол әскерінің сол қанатын құраған. Сол қанат, левой крыло. Сұлтандар бұлар көк. Ал енді мынау ақ орда шидан оң қол. Баруңғар, зұңғар дейді қазір. Біз жоңғарлар деп жүргеніміздің өзі сол қолы болған Шыңғыс ханның заманында. Ол зұңғар. Біз оның бәрін жоңғар деп кеттік қой, ойраттарды. Өздері ойрат дейді. Қазақтар қалмақ деген. Біз қалмақ деп атамай, қазір тілімізге осы жоңғар деген сөз кетті. Ол сол қанат. Түсінікті ғой. Міне, сондықтан да көк ордалықтар сол қанат. Ақ ордалықтар жаңа айтады, оң қанат болған. Міне сонда біздің қазақ хандарының түп атасы жоштан басталып, біз сол қанаттамыз. Сол қанаттамыз. Міне, ана Натанзидің еңбегіндегі кеткен қателік, міне бүгінгі күнге дейін біздің тарихи еңбектерде болсын, ресми тарихнамада болсын, тарихи оқулықтар күні бүгінге дейін түспей келе жатыр. Енді ол болашақтың еншісі тарихымызды әлі түзей жатады ғой. Тарихшы мамандар, ғалымдар, ғұламалар әр нәрсеге аналитикалық көзбен қарап, бұл енді түзеледі деп есептеймін. Міне, сондықтан да жошының ұлысы мынау Шыңғыс ханның жалпы моңғол әскерінің сол қанаты болғандықтан, бұл сол қанаттағы сұлтандар. Осы жошының Сайын хан деген атпен белгілі болған Бату, кейін батысқа жошы өлгеннен кейін батысқа жорық жасап, бұлар сонау Еуропаның төрінде, мынау жақтағы Польша, Венгрия, Лейбниц деген атақты
білесіздер, қырғын болды ғой. Бүкіл Европаның рыцарьлары келіп, байдар мен орданың әскерінен жеңіледі, оны білесіздер тарихта. Міне, сонда қарап отыратын болсақ, осының барлығы жошының Сайыпқыран ұлы, өзі Сайынхан деген аттаған бату, соның ізін жалғастырған екен. Кейін Алтын Орда мемлекеті құрылды, оның астанасы Сарайберке, Сарай Бату болды. Ал енді мынау жошыға қайта оралатын болсақ, жошының өліміне қатысты көптеген әңгімелер бар. Ол қандай әңгімелер? Жаңа айтып кеттім, бір кезде Оғлын, Шыңғысханның анасы Оғлын бәйбішенінде тұтқынға алып кеткен Меркіттің батырлары бар ғой, Шилеңді бастаған. Соларға қайта қолға түсіп, жошы іште келеді ғой. Шыңғысхан айтады, бұл бәрібір бұрын бөрте оған дейін де жүкті болған екен деген сөз айтады, өзін жұбатады. Ал енді біздің мынау әдебиетшілердің, жазушылардың кейбір қиялымен де келеді. Мынандай бір әңгімені айта кетейін. Шыңғысхан бәрібір де ішін күйік дейміз бе, бір жайлап бара жатты дейді, бір кейде емес енді. Ана балаға сенімсіздіктен дейді. Содан дейді күндердің күнінде жаушыларын жіберіп, бұған далада аң аулап жүрген жерде өлтіру керек болады. Содан олар жаушылар кетеді. Бір күннен кейін кімнің Шыңғысхан ойланып отырып, атақты қаған, ұлы қаған ойланып отырады. Мен не істедім? Көз алдымда өскен сүйріктей бала, бозы бала шағынан, балалы шағынан білем. Сондай әкенің әрбір айтқан ақылында, өсиетінде қалт жібермей орындайтын қағылез алғыр бала еді ғой. Менің қанатымды кеңейткен, мынау жаңағы ырысымды молайтқан, дәргейімді көтерген, осы жошы емес пе деген тағы бір ойлар келіп, жошының ана сәби шағындағы қылығы оның есіне түсіпті. Көзі жас парлап, қайттан жаушы жіберді дейді. Ол жаушы барса, бұйрық орындалып қойған екен. Өздеріңіз білесіздер ғой қазір. Сонау ұлы таудың бойы, ертістің бойы ойлаңыз. Орталық Қазақстан, сайын дала, оған жеткенше. Енді ол кезде оларда коммуникация мықты болған ғой. Бір атты тастап екінші атпен жетіп отырған, бірақ дегенмен де кеш болған екен. Оны не айтамыз деген кезде бұл әңгімені Шыңғысхан да естіген екен, Қағанның өзі де естіген екен. Міне осы аңыз тарап кеткен. Құланның айғыры ақсақ құлан шайнап өлтірді деген аңыз пайда болды. Ал енді осы аңызда қазір енді көптеген мынау бір орлы жерлер бар екен, мынау Бетпақтың шөлінде дейміз бе, Ұлытауға қарай. Сол жерлерде шынында да үлкен орлар бар, құланды құлатып өлтірген дейді. Соның ішінде бір ақсақ құлан айғырды бұрылып келіп шайнаған дейді. Анау кімнің өзі Тарпаң атты мінген ғой. Жошының аты өзі құланмен будандастырылған Тарпаң деген ат аты. Өте жүйрік, бәрі қалып қойғанда жошы алға кетіп қалған. Содан бозбала енді жас жігіт қой, кім жошы. Сол енді аңның қызығы делебесі дейміз бе, өзің қалай құланның неткен мынау үзеңгіден аяқ шығып кеткен ғой, Тарпаң қатты шапқан кезде, Тарпаңның өзі де бір бой бермес бір керемет желден жүйрік тұқым ғой енді. Тарпаң дегендер енді масқара. Бұл енді құланмен анау жылқының арасынан шығып отырып, сол кезде тізімге ие бола алмай үзеңгіден шығып құлаған дейді. Содан Тарпаңды тепкілей берген ана құланның айғырына шайнаған дейді. Сондай өте бір сондай сау тамтығы қалмаған жошының денесін тауып алды дейді. Бұл әңгімелердің бәрін осындай әңгімелер айтады. Енді мынандай әңгіме. Осы ұлы Қағанға осы перзентінің өлімін кім естірту керек? Естірткен адамға қашанда хақ өлім, жазасы өлім. Осындай жарлық бар. Сонда жұрттың бәрі сабылып, осы Кетбұға деген Найманның ішінде шыққан, ол Шыңғысханның замандасы, Найманның Балталы, Бағаналы деген тармағындағы Бағаналы деген тармақтан шыққан, ертеде Бақанды деп жүрді. Бақан сияқты өздерінің нелері болған, таңбалары болған. Сол Бағаналы тайпасының көсемі болған Кетбұға жырау. Сол Кетбұға жырауды қобызымен осы кімге жіберген екен? Ұлы Қағанға. Сонда Ұлы Қағанға келген кезде қобыздан не бір қорқыттың күйлері сияқты күйлер, азалы күйлер бәрі тартылады. Шыңғысхан да сезіп отыр, күйіңді тоқтат, сөйле дейді. Сол кезде мынау түркі моңғолдың көшпелі
дәстүрінде жоқтау, естіртуде бір диалог болған ғой Шыңғысхан мен Кетбұғаның арасында. Сонда былай дейді Кетбұға: теңіз баштан бұлғанды кім тұндырар ағаным, терек түптен жығылды кім тұндырар ағаным деген кезде Шыңғысхан: теңіз баштан бұлғанса тұндырар ұлым жошыдыр, терек түптен жығылса тұрғызар ұлым жошыдыр. Сол кезде Шыңғысхан айтты: мынау сөйлем былай дейді, көңілің қатты болғай ма, жошы өлгей болғай ма деген кезде кім айтты дейді Кетбұға: сөйлемекке әркім жоқ. Сен сөйледің аханым, өз ярлығың өзіңе жуап, аю опладың аханым деген кезде Шыңғысхан аңырап атып тұрды дейді. Құлынын алған құланындай құлынымнан айырылдым, айырылысқан аққудай ер ұлымнан айырылдым деп ақырғы орнынан тұрды. Жошыдан айырылған екенбіз. Осы жыр қазақ қарияларының аузында 7 ғасыр бойы ауызша сақталып келген екен. Сәкен Сейфуллин 1931 жылы Алматыдан шығарған ескі әдебиет нұсқалары деген кітабында ескі қариялардың аузынан жазып алдық деп осы жырды келтірген екен. Ғажайып жыр Ұлытау өңірінде қазақ даласында 7 ғасыр бойы ауызша сақталған екен. Бірақ кейінірек біздің зерттеушілер Каирдің кітапханасынан 13 ғасырда Ұлытау ертіс бойында саяхатта болған араб саяхатшысы әрі көпес шығар бір жағынан Ибн әл-Асырдың жазбасын тапқан екен. 13 ғасырда жазған Каирден. Сонда ғажап 20 жолдық осы жыр 20 жолдан тұрады. Мынау шалы сұйқаспен берілген 7-8 буынды жыр үлгісі шалы сұйқаспен берілген екен. Осы 20 жолдық өлең қағаз күйінде де бізге жеткен. Мен жаңа сөйлемекке әркім жоқ, өз арлығың өзіңе жауап, жарым көңілім үркіп тұр, жошы өлді болғай ма деген сөздерді кейбір транскрипциядағы кейбір фонетикалық дыбыстар анау араб саяхатшының жазғанымен айтылады ғой, қазақтарда қазақша айтылады. Теңіз баштан бұлғанды кім тұндырар ағаным емес, теңіз бастан бұлғанды кім тұндырар арғаным, терек түптен жығылды кім тұрғызар ағаным деп келеді. Міне қазақша айтылады деген сияқты. Міне осы жырдан кейін қазақ күйшілері Ақсақ Құлан Жошыған деген Ақсақ Құлан деген күй шығарды. Ол да халық арасында былай айтылады: Ақсақ құлан шошыған, таудан құлан жошыған, балаң өлді жошыған, нанасың ба осыған. Арымайтын семіз жоқ, құрымайтын теңіз жоқ, өзіңе берсін денсаулық деп аяқталған екен. Сонда жошы 1227 жылы жазда қайтыс болып отыр. Ал кейінірек атақты қаған Шыңғысхан да сол жылы қыркүйек айына қарай күзге қарай қайтыс болды дейді. Мынау Шыңғысханда көп уайым болған ғой. Өздеріңіз білесіздер, әлемді билеген қағандар, әлемді билеген билеушілер өзін елден ерек санап, ол енді әр пенденің басында бар ғой. Мәңгі өлместей көрген ғой. Мәңгі өлместей. Жұрт өле береді енді. Маған өлім келмейді деп ойлаған ғой. Сонда мынау дао ілімін меңгерген Қытай философы Шанчунды шақырып алған екен. Шанчун келді. Бір жорықта болып жүргенде ол кездесе алмай, содан кейін бір 6 айдан кейін кездескен. Сонда Шанчун айтқан ғой: дүниеде өлмейтін мәңгілік ештеңе жоқ, тозбас тұста соқпайды, өлместі Құдай жаратпайды деген сияқты барлығының баратын жері бір мекен. Бірақ сен өзің өлместей бір мұратыңа жетсең, ол да бір мәңгіліктің бір белгісі деген екен. Шыңғысхан осы тәмсілге, осы пәлсапаға үйіп, кейінірек көңілін демдеп балаларына, ұрпақтарына өсиетін айтып, сол жошы өлгеннен кейін, сол 27 жыл күзге қарай о дүниеге Шыңғыс қағанда аттанып кете барды дейміз. Сол Шыңғысханға осы жоқтау жырды естірткен, кейін Ақсақ Құлан деген күйлер шықты деп айттық қой. Міне сондағы Кетбұға жырау туралы
парс 15 ғасырда парс тіліне жазылған шаджарат әл-тарак деген ол неде еңбекте жошының аты кейде ұлық жыршы, кейде аталық жырау деп аталады. Міне қарап отыратын болсақ, сонда бұл енді Кетбұға деген Құлағудың мынау таяқ шығысқа жасаған жорығында Батудың өзі оны әкесіндей көріп, өте сыйлап, үлкен құрылтайға алып барып, мөңке қаған 1256 жылы жаңағы мөңке қаған хан болып сайланады ғой, бүкіл Моңғол империясына Батудың қолдауымен. Сонда Бату Кетбұғаны алып барған екен. Сонда осы жерде шешім қабылдап, Кетбұға мынау мұсылман елінің заңдарын білетін, тәжірибелі, білімді адам болғандықтан да көп тәжірибесі бар. Шыңғыс ханның өзін көрген. Ол Құлағу әскерінің штаб бастығы болған дейді. Гумилевтің айтуы бойынша штаб бастығы. Көрдіңіздер ме? Сонда Құлағудың әйелі Топуз хатун Нестариян дінін тұтынған керей қыз екен. Керейдердің жартысы керейлер. Нестариян кім ұлық жыршы Кетбұғада осы Нестариян нанымындағы адам екен, сенімді болған. Міне сонда ол таяу шығыста қазір Галилея деген жер бар, Назарет деген, Палестинада мәңгілікке Құтуз деген Еділ бойында қолға түскен қыпшақ сарбазы кейін мамлюктердің, Египеттің, Мысырдың билеушісі болған, сол Құтуздың қолынан қаза болған екен. Қазір зираты сол Палестинада жатыр. Жаңа Шаджарат әл-Таракте не ұлық жыршы, не аталық жырау деп жүреді. Біздің қазақ композиторы, қазақ мультипликаторлардың атасы Әмен Хайдаровтың Ақсақ Құлан деген күйіне байланысты Ақсақ Құлан деген үлкен мультфильм бар. Осы мультфильмде осы сюжет жақсы айтылады. Жошының өліміне қатысты. Көркем өнерде осылай бейнеленген. Біздің қазақтың талай әдебиетшілері, қаламгерлер бұл тақырыпта біраз хикаяттар, повестер, әңгімелер жазды. Сондықтан бұл әдебиет пен өнерді де жаңағы бағаланды деп айтамыз, көрініс тапты. Ал енді Жошы бабамыздың зираты, сүйегі бүгінгі Қазақстан, орталық Қазақстанда, қазір Жезқазған қаласынан 45 шақырым жерде Кеңгір өзенінің сол жағалауында тұр. Алаша хан мен Жошы хан біздің өткен бабалар тарихының куәсіндей болып, біздің мынау сайын даламызда осы бабамыздың, Жошы бабамыздың денесі мәңгілікке тыныстап жатыр. Қазақ даласында. Өзі Қыпшақ деп, Дәшті Қыпшақ деп, соны өте жас кезінен жаңағы құлай беріліп, осы елдің халқында, табиғатында Қыпшақтарды ұнатқан сол Жошы, қазір сол Қыпшақтардың ұрпағы қазақтың сайын сахарасында, даласында мәңгілікке тыныстап жатқанын айтып жатыр. Енді біз сөзіміздің соңында Жошы туралы айта беретін болсақ, бұл енді бүкіл Алтын Орданың ханы болған Батудың әкесі Сайын хан атанған. Мынау Көк Орданың хандары Орда Ежен, одан кейін Тоқай Темір, мына осылардың бүкіл ұрпақтары мына Жошының мынау асыл сүйегінен, асыл нәсілінен жаратылғандығын айтуымыз керек. Өздеріңіз қараңыздар, мынау қазақ тарихындағы біздің Керей мен Жәнібек кімнің ұрпағы? Кімнен тараған? Жошы дейміз. Атақты Тәуекел сұлтан, Тәуекел хандар, Тәуекел есім хандар, Жаңғыр хандар кімде десең, Жошыдан тараған дейміз. Атақты Абылай хан кім еді? Абылайдың арғы бабасы Жошы еді. Мынау қазақтың 300-дің басын құрам деп дамыл таппай, бір жағы Қытай, бір жағы Ресей, бір жағы мына ойраттар, бір жағы Қоқан, Хиуа, Бұхара жатыр. Мына осы сол алмағайып заманда халықтың мынау жығылып бара жатқан туын көтерген, үйіс тұрған кім еді? Ол Абылай, ол осы Жошының асыл нәсілінен жаратылып еді. Ал одан кейін Абылайдан бірде кем тумаған ең соңғы біздің самурай дейміз ба, мына Жапонның дәстүрінде немесе харакири жасаған өзінің мынау керемет тұлғамыз, қазақ мемлекеттілігінің ең қаһарман соңғы ханы ол Кенесары. Есенгелді саржандар, Сыздық төрелер, Қасым төрелер, бұлар да осы Жошының бар. Ал енді Жошының ұрпағы тек батырлықпен, қаһармандықпен емес,
оның бір ұрпағы біздің ғылымды дамытқан, білімді дамытқан, қазақ шығыстануына, әлемдік шығыстануға, ориенталистика, түркологияға қосқан үлесімен халықтың мынау жадында, әсіресе ғылым әлемінде аққан жұлдыздай метеорит дейміз, Веселовскийдің сөзімен айтсақ, ол Шоқан. Сол Шоқан бабамызда, атамызда осы жошының асыл сүйегінен жаратылған ұрық екендігін айтуымыз керек. Міне, сондықтан да қалай айтсақ та қазақтың талай асылдары, жайсаңдары, тағы да айтылмай кеткен талай есімдер бар. Осылардың барлығы қазір біздің қазақ деген атпен шыққан, біздің Қазақстан Республикасы деп аталған бүгінгі мемлекеттің түп негізінде тұрған. Ол осы қазақ хандығы алтын орда, ар жағында осы жошы тұсы. Біз эстафета дейміз бе, солай бірінен бірі сабақтасып келе жатқан, алтын үзік көп жалғасып келе жатқан бір дін, оның түп бастауы тағы да жошы екендігін айтуымыз керек. Сондықтан менің ойым, біздің қазақ тарихнамасында болсын, қоғамымызда болсын, мемлекеттілігіміздің символы ретінде біз жошыны жай ғана атап қоймай, оны ұлықтауға көшуіміз керек. Көш аттары бола ма, басқа көптеген осы жошыны еске түсіретін, оның түп бабамыз екенін еске түсіретін шаралар жасалу керек деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет.